Саламатсыздар ма достар? Менің есімім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеода 2021 жылы банк және микрокредиттер кімге отсрочка береді, сол туралы айтып кететін боламын. Егер де біздің видеолар сіздерге пайдалы болып жатса, менің осы YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліңіздер. Бізбен бірге өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғауды үйреніңіздер. Негізі не үшін банктер кредитке отсрочка беріп жатыр және кімге беріп жатыр, сол туралы қысқаша айта кетейін. 2021 жылдың 1 сәуір күні президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев собрание жасап, ұлттық банкке және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне кіші және орта бизнесте жүрген адамдардың кәсіпкерлік мақсатындағы кредиттеріне отсрочка беруді жүктеген болатын. Осы жерде маңызды бір затты айтып өтейін. Сізде ИП болсын, ТО болсын, бірақ сіздің кредитіңіздің мақсаты кәсіпкерлік мақсатта алынбаған кредит болса, сізге отсрочка берілмейді. Өздеріңіздің кредиттік договорларыңызды қарасаңыздар, цель кредита, кредиттің мақсаты потребительский немесе предпринимательский деп тұрады. Егер де предпринимательский деп тұрса, сізге отсрочка беріледі, ал егер де потребительский болса, отсрочка берілмейді. Бірақ сіздерге айтарым, сіздің кредиттеріңіздің мақсаты жай потребительский болса да, барып отсрочкаға заявление жазып көрсеңіздер болады. Егер отсрочкамен төлегіңіз келсе, ол артық болмайды. Осы отсрочканың заявлениясын банктер 30 июньға дейін қабылдайды. Соны есте сақтайық. Ол дегеніміз, сіз осы видеоны көргеннен кейін әлі бір айдай отсрочкаға заявление жазуға уақытыңыз бар. Өздеріңіз білетіндей, егер де елімізде бизнестер жабылып қалатын болса, ондай кезде налог төлейтін компаниялар мен адамдар саны өте азаяды. Ал елімізде налог азайса, итак төмен экономикамыз одан әрі төмендейді деген сөз. Енді президентімізден осындай жұмыс тапсырылғаннан кейін ұлттық банк пен Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу агенттігі осындай кіші және орта бизнестегі адамдарға кредит бойынша отсрочка берудің тәртібін қарастырды. Енді отсрочка берудің тәртібіне көшейік. Біріншіден, сіздің кредитіңіз 2021 жылдың 1 сәуіріне дейін алынған кредит болуы тиіс. Екіншіден, кредитіңіз кәсіпкерлік мақсатта алынған кредит болуы керек. Осында екі талапқа сай болсаңыз, өзіңіз қай банктен кредит алдыңыз, сол банкке барып заявление жазып, отсрочка сұрасаңыз болады. Егер де ары-бері жүгіріп банкке барғыңыз келмесе, банкке онлайн электрондық почта арқылы немесе интернет-банкинг, яғни приложениялары бар ғой, телефондағы, солар арқылы отсрочкаға заявление жіберсеңіз болады. Сіздің банкке жазатын заявленияңызға артық басқа да документтер керек емес деп айтылып жатыр. Бірақ ИП болса, ИП-ның документтері, ТО болса, ТО-ның документтерін алып алсаңыз артық болмайды. Банк отсрочканы қанша уақытқа дейін береді деген сұрақ туындауы мүмкін. Жауап: 30 күннен 90 күнге дейін. Былай айтқанда 1 айдан 3 айға дейін отсрочка беріледі. Шынымен керемет ұзақ уақыт емес, бірақ кейбір адамдарға көмегі тиіп қалуы мүмкін деген ойдамын. Сіздерде тағы мынандай сұрақтар туындауы мүмкін. Отсрочка жасаған кезде алдыңғы жылғы Каспий банк берген отсрочка сияқты суммалары өсіп кетпей ма деген сұрақтар туындауы мүмкін. Осы сұраққа жауап: банктер проценттерін осы жолы өсірмейді. Сізге отсрочка берген кезде мынандай 3 төлем графигін ұсынады. Соның біреуін таңдауыңыз керек болады. Бірінші график: отсрочка 3 айға алсаңыз, осы 3 айдың төлемін сіздің төлеп жүрген графигіңізға бөліп қосады. Ол дегеніміз, ай сайын 50 000 теңге төлеп жүрсеңіз, 3 айға отсрочка 150 000 теңге. Сол 150 000 теңгені сіздің мысалға 10 айыңыз қалды. Сол 10 айға 150 000 теңгені бөліп тастайды. Сонда қалған 10 айда 50 000 теңге емес, 65 000-нан төлейтін боласыз. Ешқандай процентсіз. Екінші график: сіздің 3 ай төлемеген отсрочка суммасын кредиттеріңіздің срогі біткен кезде осы отсрочканың 3 айы қосылады. Жоғарыдағы мысалды алсам, төлем бітуіңізге 10 ай қалса, сіз отсрочка кезде ештеңе төлемейсіз. Бірақ отсрочка уақыты біткен кезде 10 айдың орнына 13 ай төлейсіз. Үшінші график: осындай отсрочка кездеріндегі банктың немесе микрокредиттердің договорларында көрсетілген талаптарға сай график. Тағы бір жақсы жаңалық: осындай отсрочка алсаңыздар, сіздерге қарсы коллекторлар звондап мазаламайды. Осы отсрочка кезіндегі 3 ай төлемегеніңіз үшін сізді черный списокқа қоспайды. Осымен видеомыз өзінің мәресіне жетті. Видеомыз сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.